Так, Қайырлы кеш. енді сіздер қазір менен неме сұрап отырсыздар, бағалау емес, сіздер рефлексия сұрап отырсыздар, иә? Хорошо, кеттік. Рефлексия жасау үшін менімен бірге жасап отыруға да болады. Ол үшін мен сіздерге қазір қазір шаблонын берейін. Шаблонын берейін. Так, бағалау емес, иә? Рефлексия ғой. Так, рефлексия. Сіздерге қазір жіберемін. Самиге айтайын, Сами бәріне жіберіп береді. Так, тік. WhatsApp-қа ма? Я WhatsApp-қа жіберемін, соны өзгертеміз қазір. Бағалау болса да жақсы болар еді, соны үйренсек. Бағалауды басқа күні жұмыс. Сами, пожалуйста, мынаны жаңағы төрт группаға жіберіп берші. Так, қазір жібереді, иә? Сами, жаңағы мен жібергенді төрт группаға жібере салшы. Зумға кіріп отырған мұғалімдер бар ғой. Дейді құдайым. Сұрап жіберейінші, сосын осы 3D презентацияға жасалына ма 3D презентацияға салғанда? 3D презентацияға салынама. Так, мен 3D презентацияға салынбайды. Өйткені Эмай ма, сондай платформада. емес Иә, эмейз. ға салып көрмедім. Шындығымды айтайын, салып көрген жоқпын. Ол практикамда болған жоқ. Салып көруге болады. Ана бүйтіп жүретін айтасыз ғой, эмейз деген. Иә, сол. Оған салып Себебі, сіздің... оған бар ғой, мен бір көрген кезде ол МС-ді біз 2021 жылы үйреткенбіз мұғалімдерге. Мен платформамда сол бар ма жоқ па білмеймін. Сол кезде тренд болған кезде үйреткенбіз. Онда мен байқағаным тек қана PDF-тарды и JPEG-ті ғана салады ғой дейме? Сол сіздің принтер әдісі бар ғой? Иә. Соны платформада соны салып едім ғой, Иә. қабылдамай тұр. Кнопканы бүйтіп басқан кезде қағаз шықпай тұр шы. Просто фото қойылып тұр тек. Хорошо, көрейін, иә, мен. Жарайды, жақсы. Ләззат, Zoom 2-ге жазбаңыз. Ләззат, Zoom 2-ге түк жазбаңыз. Жазбаймын. Неге жазып отырсыз? Сіз жазып отырсыз ғой. И так өзі шулап отырған халық. Өздері кірген жоқ та чат хатта немене бітіп қалды да, соның лимитін қалай аламын, соны көрсетесіз ба? Шырай, бағана сіз временный немен кірдіңіз емес па? Алдыңыз ғой оны. Временный. Иә, ол бар ғой, ол видео генерация жасағанда, ал мында фотоны қоюда бітіп қалған ғой. Фотоны генерация жасауда. Оған да сөйтіп қоя саласыз. Оған да сондай, Шырай, сонымен кіре бересіз ғой. Нулсты бар ғой? Нулсты оқытып, анаған жасап үйрендім. Енді мына фотоны жасайды ғой, чат хатқа. Жарайды, жақсы. Шырай, давай мына нені бітіріп тастайық бірінші. Сіз ба сұраған мына рефлексия жасауда? Мен сұраған.
Ал кеттік, давайте. Мен сіздерге барлықтарыңызға жаңа менің менеджерім сіздерге шаблонды жіберді, иә? Бұл шаблонды жайда қолдана беруге болады, бірақ бұл шаблонды вы хотите именно анадай музыкальный қылып, одан кейін не қылып жасағыларыңыз келіп тұр ғой. Қазіргі вообще трендте қарап отыру керек. Бірінші, екінші класстың балалары, бастауыштың сыныпта оқушылар қай мультфильмді қарайды көп. Соны байқау керек, соны зерттеу керек в первую очередь. Потому что балалар қазір біз білмейміз ғой енді, мысалы қандай мультфильм арқылы оларға қуаныш әкелетінін. Сондықтан рефлексияға зерттейсіздер қандай мультик оларға ұнайтынын, иә. Содан кейін аламыз да жаңағы мына сіздерге берген шаблонды қазір біз ауыстырамыз. Осы жерде ма менде қазір бар ма жоқ па? Жоқ қой. Міне. Мына жерде шам тұр, мына жерде жай ғана бала тұр, иә. Ал сіздер жаңағы маған жіберген, кім жіберді, атыңыз кім? Ұмытып қалдым. Шырай емес. Жансая. Жансая, сіз ба? Мен емеспін. Иә. Мен ғой тиктоктан көріп жіберген. Иә. Енді қараңыз. Мен сіздерге дайын шаблонды беріп тұрмын. Тура осы шаблонды, иә, мына жерге видеоны жасай беруге болады. Ол үшін біз жаңағы сіздер тиктоктан көрдіңіздер ма, скриндап аласыздар. Скриндап аласыздар. Тура сол скриндаған фотоны әкелеміз де ChatGPT-ға. Менің қазір ChatGPT платный несі бітіп қап. Так, осыған мен қазір салам. Жаңағы сіздердің жіберген добавить фото деймін, егер маған істеп берсе қазір. Міне сіздердің жібергендеріңіз міне мынандай. Мысалы, бәрі түсінікті дейді, иә. Қай суретті көресіздер, қандай әдісті көресіздер, скриндап аласыздар да ChatGPT-ға жазасыздар. Осы суретті қанығырақ қылып жасап берші. Иә, бұл бәрі түсінікті. Бала бәрі түсінікті деген немеде тұрады? Көңіл күйде тұрсын. Көңіл күйде тұрсын. Яғни көңілді. Все, кеттік. Енді біз бар ғой платныйын алған жоқпыз. Қазір енді мына бесплатныйын істемей қалар ма екен? Өйткені мен күні бойы жұмыс жасаймын ғой, әпістер. Сіздерге ғана сабақ өтпеймін, менде заказдар аламын иногда. Біреу ананы айтады, біреу мынаны жасап берші дейді. Міне мынау көрдіңіз бе, маған қазір жасамаймын деп тұр ғой, деме. Перейти плюс деп тұр. Так. Жасамаймын. Сіздерде жасайды. Ау, мультфильм Жасамаймын. қазір тұра тұрыңыздар. Бесплатно. Қазір мен басқа немен қалай кіремін енді. Джиминиға салсаңызшы. Может, істеп беретін шығар. Иә, можно Gemini емес, бағанағы чат хатты істеп береді. Бұлардың барлықтарының бір несі. Өзім мен бар ғой, мына жерден Google'ымда кетіп қалды. Неге кетіп қалады, Google'ым. Яндекстен десем істенбейді. Менің ғана нем кетіп қалып тұр ғой. Осыдан ChatGPT-ға кіре алмаймын, иә, тоже. Мынау істемейді, блин. Екінші ноутбуктан қойыншы. Бір не өтем деп екеуі өтетін болдым ғой. Қазір көрмей қалсам екінші зумға кіремін ғой по-любому. Менің немде кетіп қалып тұр. Сіздер жаза беріңіздер, сіздерде шығуы мүмкін. Может, сіздерде шықса, маған жібере саласыздар. ChatGPT-ға тіркеліп қалмайықшы. Кім жасап отыр, әріптестер, менімен бірге? Тез ChatGPT-ға алыңыздар да, жаңағы фотоны мен жіберем қазір сіздерге.
кім менімен бірге жасап отыр? Сіздер просто отырмаңыздар, жасаңыздаршы менімен бірге. Сонда ұғасыздар ғой. Менің қолымда компьютер болмай тұр қазір. Былай жазып алып отырмын тек. Видите, жазып алған басқа ғой. Менімен бірге жасап отырсаңыздар, вообще күшті болушы еді. Бұлай ұқпайсыздар ғой. Зум сабақ сол үшін ғой. Мен мына жақтан жасап отырамын, сіздер ар жақтан жасап отырсаңыздар, вот күшті. Сол кезде бір нәрсе ұқпай қалса, сразу айтасыз, мә, менде мына жер қосылмай тұр, мына жер сөйтпей тұр деп айтасыздар. Қазір мен міне чат gpt'дің платный жоқ, алдында айтып едік қой, қосыламыз деп. Қосылсақ жақсы болар еді. жарайды, мен қазір ашамын оны, жарай ма? Сіздерге платный несін ашып беремін, содан кейін беремін. Жаңа надо было сразу, да? Қазір. Ау, GPT. Не болды? Чат қаптан сұрай салайық па? Чат қаптан да сұрай салайықшы. Жасаймын екен. Тура осы мультфильм. Тура осыны, если хотите, не болды? Не болып қалды саған? Жаңа шешіп қой. Басқа кеш бар. Міне генератор менде неше? 0-0 дейді. Все. Осыған кіргізейік. Генератор изображение дегенге барамын. Чат қапты көрейік енді. Мен бірақ жасап көрген жоқпын. Рабочий столда. Қазір мен де кіріп алайын. Кіріп алыңыздар. Чатқа. Иә, стиралка. Сіздерге қазір мен енше жіберу керекпін ғой, нені. Маған WhatsApp-қа кірем бе екен? Тұра тұрыңыздар, мен WhatsApp-қа видеоны, фотоны жіберу керекпін ғой сіздерге, иә? WhatsApp деп. Қазір мен Самиға айтайыншы. Так. Сами, пожалуйста, мыналарды жүрпіш 4 жатқа. Так, кеттік. Болған аламызда сергіту сәттегі. Нағыз бос емес. Жіберіп жатыр ғой, міне. Кім жіберіп жатыр? Молодец. Қайшы жіберсе де жіберіп жатыр. Міне кетті. Тура осыны қазір біз. Біреу жасады, иә? Кім жасап отыр? Жаңа біреу жасаған. Мен. Қайдасыз? Қай нешіншіде? Шатасып қалдым. Білмеймін қай группада екенін, Нұргүл. Тін жіберіңізші. Мен анаумен шатасып қалдым жаңағымен. Сіз жасап қойдыңыз ба? Қайсымен жасадыңыз? ChatGPT-мен жасадыңыз ба? Ау. Жоқ, мен ол кісі. Ерке. Ау. Қазір. Аяру анаған қараш. Заңғарға баш. Так. Мен платныймен кірдім ба? Платныймен кірдім, әріптестер. Чат хаппен де көрейік, бәрібір эксперимент жасап көрейік. Немен де кірдім, мына. ChatGPT-ға да платныйма кіріп алдым. Так, кеттім. Рабочий столда мен бағалау емес, рефлексия. Тихо, бар ан жаққа. Рефлексия. Аяру берші наған. Так, рефлексия. Ал кетші сонан кейін. Міне. Бәрі түсінікті, иә? Осы персонажды бәрі түсінікті деген баланың көңіл күйін фотогенерациялап берші. Көреміз қазір, әріптестер. Міне, мына жерде изображениені қараңыздар. Сол жақта генератор изображенияға бардым. Изображениеда мен жаңа имейлмен кіріп алған болатым. 6-6 болып тұр, иә, пока менде. Міне қараңыздар. Әріптестер, қараңыздар. Вот смотрите. Мынау неге ренжіп тұр? Мынау былай істейміз, қараңыздар. Мына чат қапты жасайды екен. Не обязательно сіздерге неге кіруге? Қалай еді ChatGPT-ға платныйға кірудің қажет жоқ. Мынаның өзі күшті қып жасап беріп тұр. Қараңыздаршы. Чат қап. Кімде шырай не болып қалды? Сенде мына кісінің сияқты болып тұр ғой, түріңіз. Чо там шырай?
Даусыңыз естіліп тұрған жоқ, микрофонды қос. Тура мынау болып тұр ғой қазір, сұрағым болып қапты. Чат қапыңыз неге чат істемейді? каптың лимиті Неге бітіп істемейді? қалды, лимиті, соны қалай кірерімді білмей отырмын. Ой, Шырай, міне көрсетем, қараңыздар. Міне, менде 6-6 қазір, иә. Мынаның біреуін алып алдым. Мен мынау маған более сұрақ, неге ұнап кеп тұр. Сұрағым бар дегенге, иә. Енді жартылай түсінген оқушы ғой мынау. Оң жағын басамда сохранить кап деп рабочий столға мен папка создавать етем. Бүгін нешесі? 11 деп. Папка создавать етемін. 11 ноябрь деп. Сіздермен ноябрь рефлексия жасап отырмыз, иә? Вот, міне кеттім. Осыған аламда мен без названияға сұрағым бар деп қояйын. Өйткені маған осы сурет сұрағым бар. Осыны қозғалтамыз қазір. Сұрағым бар деген баланың несін шығарып берді. Енді тура осы сұрақ, осыны, я мына Шырайдың несін жасап бермесем қазір ол тура осы нені жасайды ғой, осы күйді жасап тұр ғой енді. Міне, Шырай қара, барлықтарымызға да ол сұрақ керек болады. Мына жерде астыңғы жағында тұр ғой, міне кісінің суреті. Көрдің бе? Иә, Соған иә, барасың, иә. соған барасында шығу дегенді басасын. Міне, шығу, выйти. Бар. Әріптестер, сіздер де қазір көріп алыңыздар, өйткені сіздерде де Шырайда болған жағдай сіздерде де болады. Өйткені бұл алтақ қана сурет жасайды, алтақ қана генерировать етеді. Өй, мынау кім жасанды интеллектке зум дейді, мына не дейді? Мәні қанышты ғой, жібердім ғой мен. Мынаған жіберген жоқпыз ғой. Неге кірмеген? Қазір. Так, шығып кеттік па? Выйти деп шығып кеттік, міне. Все. Шықтық, әріптестермен шығып кеттім. Енді қараңыздар. Временный барлығымызда жағдай болады. Тура осы жағдай 6 суретті жасап тастағаннан кейін, қызыққа кіріп алғаннан кейін бар ғой, барлығымызда осы жағдай болады, Шырайдық сияқты болады. Так, біз аламызда 0 дейміз. Мына жерге үстіңгі жағына 0 деп жазамыз. Өйткені 0. Иә, кодты алдым. Подождите енді. Код алған кезде мен көрсету керекпін ғой енді. Код алсаң астына подтверждение деп жазу керекпіз ғой. Міне, әріптестер, кейбіреулер сол 0-ны әлі білмей жатқандар бар, иә? Міне. Өшіріп тастаймын да, мысалы, қайтадан мен аламын код. Ой, код емес, емайлды кіргіземін. Копировать етіп аламын. Бұл тек қана бұл чатхабқа емес, барлық лимитіңіз бітіп қалған жасанды интеллектке пайдалана аласыз. Копировать етіп алдым да, енді қазір мен мына чатхабқа барамын. Чатхабқа барамын да, осыны мына жерге кіргіземін, вставить деймін. Көрдіңіздер ма? Отправить деймін. Енді код подтверждение. Қараңыз, код подтверждение сұрап тұр, Шырай. Енді мына жерге барамын да, астыңғы жағында қараш, міне. Бүйтіп астыңғы жағына барса, міне, чатхабтан не кеп тұр? СМС кеп тұр. Астыңғы жағын тура чатхабтан деймін ғой, немене, жаңағы 0-ға СМС кеп тұр. Енді мен бұны ашамын. Ашамын да, код, жаңағы кодты алып аламын. Мынаны. Кодты копировать етіп аламын. Я? Копировать етіп аламын да, жаңағы чатхабқа апарамын да, код подтверждениеға қоямын. Проверить деймін. Все. Енді, міне қараңыздар. Менде жаңа бағанағы мен бір лимитті тастағам. Енді қараңыз, 0-да 6 болып тұр. Мен әлі 6 сурет жасай аламын. Енді қайтадан генератор изображения деймін. Генератор изображенияға барамын да, бағанағы сурет бар ғой, соны салам, короче. Қайда? Рефлексия. Міне, мына жердегі сурет, бағанағы сұрағым бар деп тұр ғой. Сол суретті аламын да, тура осы жер жазам. Тура осы суретті баланың көңіл күйі
өте жақсы қуанып тұрған эмоциямен фото генерация жасап бердім. Көрдіңіздер ма? Кеттім. Все, генерировать дедім. Ал еттік. тұрмысшы кетпей. Міне келді. Все. Запись болады ма дейді. Болмайды запись. Записьті мен жасадым уже. Жасайым да салам әдей. Ана неге салып қоям ютубқа закрытыйға. Содан кейін алам да қарайым ғой. Мә қарамайсыздар ғой записьті. Қарамайсыздар. Міне. Бұл немене бізде? Қандай эмоция? Рефлексияда. Не деп жазамыз мынаған? Оқып тұр ғой, мәз болып тұр, е? Бәсе мен запись зумды таба алмай жүрмін. ютубтан қараймыз ба біздер запись зумды? Жоғы да, формадан қарайсыздар. Өйткені мен ютубтан таба алмайсыздар. Ютубта мен закрытыймен жауап салам ғой оны. Мына жерде фото көшірілмей тұр, қалай істейміз? Фото көшірілмей тұр. Оң жағын басамыз. Сохранить картинку, как дейміз. Одан кейін жаңағына сұрағым бар дедік. Мынаған біз қандай дейміз рефлексияда? Не дейміз? Айтыңыздар. Түсінікті. Барлығы түсінікті дейік. Все, міне. Барлығы түсінікті. Молодец. Түсінікті. Вот, кетті. Енді бізде үшінші қандай нені жасаймыз? Үшінші не болу керек? Қате шығып тұр, что-то. Қате басып қойдым. Шырай. Неменесі түсіп тұр? Ашылды ма? Осы маған чат-хат ұнайды, әріптестер. Осы чат-хатпен көп нәрсе істей беремін мен. Мультфильмді да істеуге болады. Мына Абай Құнанбаевты да өлтіріп тұрып осымен жасап алуға болады. Мынау күшті, білмеймін, ешқай жасанды интеллект ұнамайды маған. Осы ұнайды маған, самый күшті чат-хат. Өзімде фотомды әдемілетіп береді, бүкіл әжімнің бәрін кетіріп. Красат тағып шығара береді ғой. Бұл тегін чат па? Тегін чат 6-ға дейін. 6 изображенияға дейін тегін жасайсыз. Содан кейін жаңағыдай мен сияқты нулстоға барайсыз да хитрить етесіз. Так, кеттік. Енді әріптестер, біз жаңа бәрі түсінікті дегенге жасадық, рефлексия. Сұрағым барға жасадық. Енді үшінші қандайға жасаймыз? Айтыңыздаршы кәне. Түсінбедім деген. Ештеңе түсінбедім деген. Ештеңе түсінбедім, иә. Тура осы суретті баланың көңіл күйі төмен, иә? Төмен. Жылағысы кеп тұр. Өйткені сабақ түсінбей қалды, вообще түсінбей қалды. Жылағысы кеп тұрған суретті генерациялап бер дейміз. Все, кетті. Генерировать. Мынау жаңа қуанып тұрған. Енді қазір бізге не істейді? Үшінші, сабақты түсінбедім дей ма? Или қалай істейсіздер? Қалай жасаған жақсы? Қалай дұрыс? Кейбіреулер Маған түсініксіз дедім, дұрыс. маған түсініксіз дейік па? Иә, сөйтейік ал. Так. Ане. Жылағысы кеп тұр міне, маған түсініксіз дейді. Тура осыны біз не істейміз? Оң жағын басамыз. Әріптестер, бір рас айтайын ба сіздерге? Қазір мен сіздермен бірге сіздерге сабақ түсіндіріп отырмын ғой, иә? Осыны айтып отырмын, иә? Сіздермен бірге жасаймын, иә? Тура осы жасаған жасанды интеллектті мен содан кейін сатам. Білесіздер ма сіздер? Сіздер сияқты, да. Бір нені, бір қоянды немешет? Екі немен атап деп жүрмет немешет? Так, міне кет. Вот так. Сохранить картинку как? Сіздерге үйрете отырып жазып алам қазір. Сохранить картинку как деймін де. Қане айтамыз. Не дейміз? Ештеме түсінбеді ме? Или маған түсініксіз дейміз, е? Маған. Сөйлемді қалай жазамыз дедіңіздер, айтып жіберіңіздерші. Сөйлемді. Сөйлемді емес. Ана рефлексияға, балаға қысқаша түсінікті болу керек қой, бастауышқа оқи алатындай болу керек қой. Маған түсініксіз, е? Солай ма? Әріптестер?
Иә, маған Яғни түсініксіз маған болып тұр деп түсініксіз. айтамыз ба? болып тұр Болып деп тұр керек емес, маған түсініксіз болды. Болды. түсініксіз болды дейміз ба? Сол дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Жоқ, маған түсініксіз болды ғой, маған түсініксіз. Все, дұрыс, все, болды. Так, сохранить. Кетті. Менде үшеуі рефлексияның ішінде емес. Менде үшеуі де не істелді? Үшеуі де жаңағы, міне, мынаның ішінде үшеуі де тұр. Енді қараңыздар, міне, барлығы түсінікті, қуанып тұр. Сұрағым бар деген ойланып тұр. Маған түсініксіз деген жақсы кеп тұр. Осы үшін біз қимылдату керекпіз. Ол үшін сіздер бұны енді мен пиксверс мынада істей мен білмеймін. Пиксверсті көрейін. Ол опять же ол бітіп қалды демей ма қазір маған? Тура осыны телефондарыңызға скачивать етіп алсаңыздар жақсы болар. Мен телефонмен тез істей салам осыны, бар ғой. Қазір көрейік, иә? Міне пиксверс. Изображениені. Да, сіздердің көздеріңізше істей салайыншы. Так, видео деймін. Мынада бітіп қалған уже, все істемейді. Ал неде үшеу... Так, қазір. Давайте телефонға скачивать етелік, әріптестер. Телефонда оңай жасалынады. Негізі мынада жасап болып бітті. Мына бермейді еще маған, бар ғой. Уже әбден тойғанда маған уже жасанды интеллекттің өзі айтқан шығар, мынаны қанды ішті мынау деп. Бәріне хитрить кіріп кетем ғой. Давайте ендеше пиксверсті сіздер тура осыны телефонда скачивать етіп алыңыздар. Телефонда мә күшті істелінеді, әріптестер, шын айтам. Мынада неге шығып кеттім мен? Мен басқа немен кіріппін ғой, е? Нұргүл не істеп отыр? Пиксверсті телефонға тартып аламыз ғой алдымен, иә? Тартып алыңыздаршы, мен қазір жіберейін сіздерге. Мен басқа немен кіріп кетіппін ғой жаңа, чтоб ана чаттың уақыттың бітіп қапты дейді. Чатқаптың уақыты бітсе, бағанағы хитрить етіп, 0-100-дан аласыз временный емайл. Одан кейін сонымен кіресіз, хорошо? Көрдіңіздер ғой, қалай күшті мынау. Мынау күшті істеп береді, көрдіңіздер ғой, генератор изображений. Зато менде әлі үшеу бар. Әріптестер қараңыздар, мен әдемі жасап бере алады. Мынау ұнамайды маған. Осыған фотоларыңызды қойып, әдемі қылып жасап, білесіздер ғой, е, оны? Міне, фотоны қоям қазір. Иә. Я деген фотоны. Я деген қайда? Мен деп па, міне. Жап-жаман бір тойдан түскен фотом бар. Соны қойсам. Міне, тура осы, ойбай, мынаны алып тастайын. Так. Осы фотоны жазасыз, қара. Осы фотоны жазасыздар, міне. Осы фотоны. Ой! Осы фотоны. Мұғалім. Стиліне жасап бер. Интерактивті тақта. Неме дейміз? Интерактивті тақта, голограмма. Енді өздеріңіз білесіздер, ана апталық жасап жатсыздар ғой, соған керек мынау енді. Кейбір мұғалімдер білмейді деп жатырмын, көп мұғалімдер білу керек. Так, осы фотоны мұғалім жасап бер. Костюм, юбка киген, қолында кітап. Ал кеттік, міне кетті, міне генерировать еттік. Любой суретіңізді қоясыз да, өстіп генерацияға бере саласыздар. Мен ғана нем WhatsApp-ым қосылған жетейін. WhatsApp-қа не істеймін? Жаңағы сіздердің жіберген фотоларыңызды жасадық қой сіздермен бірге. Соған телефонға тапсырылған. Мына пиксверсті скачивать етеміз дедік, е? Так, кеттік. Пиксверсті. Міне, пиксверсті мынаны скачивать етіп алыңыздар. Мынаны скачивать етіп алыңыздар. Бұл бар ғой, бастауышта сабақ беретіндеріңіз болса, бұл кәдімгідей фотоларды тірілтеді.
мысалы құдай өзі сақтай көр, осы мен ана қайтыс болып кеткен апа аталарын, ата аналарын бәрін осы сайтпен тірілтіп жатыр. Прям оживлять етеді ғой. Тура осы сайт. Фиксверсті басып алыппыз, алдында баспаған екенбіз ғой. Басып алыпсыздар ма? Ол бір сайт Иә, бар, бірінші. Pixfirst ма, қалай? Pixverse деген кәдімгідей телефонға скачивать етесіздер ғой. Бір сабақта басып приложение алыппыз. ғой. Тегін ба? Приложение, тегін болғанда үш ақ рет қана, күніне үшеу ақ Күніне үшеу береді. береді. Аха. Әріптестер, давайте қараңыздар. Жаңағы нені? Ойбай, мынау анам. Мынаны қараңыздар. Мені кәдімгі не жасап берді. Сурет анандай. Мультишный қылып істепті. Мультяжный. Мультяжный қылып жасап беріпті. Осы фотоны мұғалім стиліне жасап бер. Жаңа өйткені не жасап жаттым ғой осындай. Киген. Неме деп айтамыз? Реалистичный. Осы фотоны реалистичный деп дей салайықшы болды. Мәсі. Бұл неге мен мынандай мультяж қылып істеп берді? Потому что басында мен мультяж жасап аттым, содан кейін ол түсінбей қалды. Көрдіңіздер ма? Промпты дұрыс жазу керек негізі. Уже 4-ші лимитім кетті. Қараңыздар, қазір 4-шісі кетеді. Содан кейін 6-аудан кейін вообще түкселінбей қалады. Мынау істеп бермеймін дейді. Шатып кетті, е? Манағы істегендерімізбен істей берсек неғылады? Бос уақыт кетіп жатыр. Жарайды. Просто фотоларыңызды қоюға болады дегенім ғой. Енді қараңыздар, әріптестер, мына жерде мен Pixverse'ті қойдыңыздар ма? Жасап алдыңыздар ма? Скачали? Иә, баспаған екенбіз. Басып алған екенсіз болсаңыздар, сонымен де жасай беруге болады. Әйтпесе, мына мен қазір көрейін, мынада бар ма екен. Так, рабочий стол. Pixverse'қа да так. Бізде бар, бізде қандай бағалау емес. Міне. Мынаны қоямын да, барлығы түсінікті дегенге, осыған мынау ағылшынша сұрайды, кім ағылшынша біледі енді? Ойбай, қайда біздің чат-хатқа жазамыз? Ребенок радостно танцует, поет деп қоямыз. Осыны ағылшынға аударып берші. Міне кетті. Все. Вот. Ребенок деген қате жазып қойдым. Мына істемеймін дей ма? Не дейді? Естейінші. Ағылшынша бір нәрсе сұрап отыр, е? Естеймін. Шықты да, чай алып. Мынау аударып бердім деп тұр екен ғой. Иә. Так, міне, мына жерге аламын да жазам енді. Көрейін. Сіздер, мына кредит бар дейді ғой. Не қылып, жаңасын алып алған ба немен? Жаңасын алып алыппын ғой мен. Ха-ха. Ал кеттік. Не дейді? Неге видеоға аудармайды? Біз Pixverse'пен өзіміз істесек түріміз өзгеріп кетеді ғой, неге сол? Pixverse'та өзгеріп кетеді. Енді жасанды интеллект қой. Мына видеоға істесек қайтеді, мына жерге? Ұмытып қалыппын ғой мына мен. Күніне қанша немен жасаймын ғой, ана жасанды интеллектпен уже миым шатасып кетеді. Мынаны телефонмен жасаған күшті. Телефонға жаза саласыз, оживи деп, рисунок деп. Мынада ағылшынша сұрап тұр почему-то. Көрейікші қазір, оживлять етем екен. Мен қимылдаттым, шықты менде. Да? Менде міне. Мынада да қимылдай